дәуірім жоқ. Дәуірім ғана жетті деген. Жақсы жарайды, біз бірден топқа бөліп отырып алайық. Одан кейін сабағымызды бастап кетеміз, иә? Келді, нашқа кез келген қағаз алайық. Мақалда берілген мұнда балалар, әртүрлі тақырыптарда. Алдарында аталған топтардың аттарына байланысты мақал мәтіндері. Енді кімге қандай мақал түседі, сол топқа барып жайғаса қалайық. Келді. Қозғалмайсың да? Ауысайын. Мына жақтың балаларына. Мысал үшін, дарындылық туралы мақал берілетін болса, дарын тобына. Ақыл туралы мақал болатын болса, ақыл тобына отырасыңдар. Бір қағазға. Білімділер туралы мақал болса, білімділер тобына. Сол бойынша мәтіндермен жұмыс жасады. Енді үй тапсырмасын рулетка әдісі арқылы сұрауы мүмкін. Бұл жерде білесіздер, иә? Генератор случайный число деген болады. Міне. О, Назерге қандай сұрақ бар? Так, өнер тапқыш дегеніміз не? Жарайды, соны қойып. Өйткені азаттан тапқыш, шынай тапқыш дегеніміз жаңа өнер табыс ойлап табылуды, және түрлі асуларды, белестерді не өт мақалды жалғасы тап дейді. Жүзіне қарама. Адамның жүзіне қарама. Ішіне қарама. Ал көмектесетін балар жүзіне қарама, өнерден. Жақсы жарайды, кеттік ары қарай. Бізде жаңа Назерке мен Меруертте болды, иә? Мында бізде бағалау парағы бар. Әрқайсының тұсына аты жөндеріңді жазып, үй тапсырмасына жауап берген оқушылар бірден өздерінің балдарыңды қойып отырыңдар. Сондардың қасына не ойлап қалдыңыздар? Ондай балалар қандай балалар айтып еді? Қандай маман біледі сен өнер тапқыш деген? Қандай жаңашылдықты нені ойлап табылған? Жаңалық ашатын балалар. Жақсы сондай болатын болса ары қарай кеттік. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әлемді таңғалдырған өнер тапқыш балалар. Бүгінгі мақсатымыз балалар мәтін үзінділері бойынша болжам жасап, тиісті ақпараттарды анықтай білулерін қажет. Қажетті ақпараттарды орынды қолдана отырып, көтерілген мәселе бойынша өз ойларын дәлелдеп айта білулерін керек. Жақсы, топтық жұмыстарға назар аударайық. Бізде мына 6 топқа 6 түрлі тапсырма берілген. Алдарында балалар дайын мәтіндер жатыр. Қарайық міне, бірінші топ кластер әдісімен, екінші топ қабілетті тобы свод талдауға саласыңдар. Ақылды тобы балық қаңқасымен, зерек тобы веер әдісі, білімді тобы егермен, онда өйтпені әдісі арқылы, 4-6 талантты тобы домино әдісімен. Яғни, кеттік. Бірінші мәтінмен, екінші мәтінмен жұмыс жасаймыз. Сендерде үшінші мәтін, төртінші, бесінші, алтыншы мәтін. Жаңа бізде мынаның ішінде жаңа әдісі болып тұрған веер мен білімді тобына берген әдісі. Бізде қабілет тобы болыпты, свод талдау еді. Плакаттарды іліп, Бізге берілген тақырып, ол халықарада жүретін көлік тақырыбы. Халықарада жүретін көлік тақырыбы. Свод талдау деген болады. Келесі әлсіз жағы. Келесі мүмкіндіктері. Жаңадан кейінгі қанда жүретін көлік ойлап табылды. Тыңдаймыз. Көп шығын кетпеудің амалын табу. Және қауіп қатерлер. Отын болмай қалса және де адам уақыт
себептері ол әкесі шеберханасында етік түнгі арналған бізбен көзін жарақаттап алған. Жақсы. Ол играю болғаннан кейін сол 3 жасына көру мүмкіндігіне дайындалды. Яғни осылай келіп көзі көрмейтін жағдай үшін өзі көзіне айырып қалғаннан кейін ол осы затты ойлап тапты, соның арқасында бұл ғылымға үлкен әсер етті. Нені ойлап тапты? Қарқын ойлап тапты. Жақсы, тамаша тұрайық. Бізге берілген тақырып ол еңбек сазы туралы, еңбек жалпы қайдан шыққаны, кім шығарғаны, қандай компанияда шығарылатыны баршаға қызықты ойлайды және биік әдісі, яғни бір бетіне сұрақ, бір бетіне жауаптарға жазатын әдіс. Ең бірінші сұрақ, америкалық компания немен айналысты? Сұрақ сіздерге америкалық компания немен айналысты деп балалар? Балалар сұрақ қойып отырмыз сендерге. Жауабын қараңдар. Америкалық компания немен айналысты? Жақсы. Келесі сұрақтар. Америкалық компания Американ қысқа газдарды көмірден тазартатын компанияның атауы. Ермексазды ойлап табуға кім себепкер болды? Немересі Клеома. Ермексаз қандай пәнде қолданылады? Ермексаз қандай пәнде қолданылады? Жақсы, тамаша. Балалар, бізде жаңағы сұраққа жауап берген балалар бар, иә? Бағалау парақтарына белгілеп отырамыз. Тамаша, жақсы тұрайық. Өзіміздің жұмысымыз. Бізге берілген тақырып ол Джессер Гринвудтың ойлап тапқан құлаққабы туралы. Және ол кісінің несін біз құлаққабын өзіміздің дизайнымызге ұқсатып жасадық. Егер де ол кісінікі біздің заманымызға жеткенде біз мысалы мына жерінде тамшы терісі арқылы жасаушы едік, пушистый жеріміз ғой осылай. Мына жері барқыт, мына жері былғары. Жалпы бұл құлаққабын қыстырып өтсек, бізге Гринвуд жаңағы конькилер болады. Конькилер кейін соған осындай идея келеді. Соқтан қорғау үшін құлаққап жасау туралы. Және әжесіне көмек сұрайды. Әжесі оның идеясын қолдап көмектеседі. Яғни мынаны осылай материалдармен жүрген әжесі қолдайды. 1877 жылы осы құлаққапты ол патентте болады. Яғни көпшілікке ұсынған болатын. Және де жаңа айтып кеткендей, басында осындай үлгіде кездескен. Және де көріп тұрғандарыңыздай біз ноталарды салып қойдық қой. Бұл біздің ойымызша қазіргі таңда ол жылулық береді және де музыка тыңдауға да болады деген секілді. Және де қазір 1977 жылдан бастап Джессер Гринвудтың атағына орай күнді, яғни 21 желтоқсанды Джессер Гринвуд күні деп атап жүреді екен. Жақсы. Жақсы, тамаша. Жақсы. Келесі сөйлейді. Тыңдайсыз балалар? жылы гимнастика мектебінде оқитын олар жастағы Джордж Уилсон алғаш ол өзінің туындысын гимнастикалық мектепте оқығаннан кейін өзінің акробаттық жаттығуларына қажет деп санағандықтан ойлап тапқан болады. Джордж Уилсон өзінің өнімін трамплин деп атады. Ол испанша трамплин деп аталады. Кейіннен Джордж Уилсонның туындысы халықаралық қазіргі спорт түріне айналды трамплин. Тағы айтарылар ма? Жақсы таныстырылым, е? Жарайсыздар. Кеттік. Соңғы топ бізде бағалау парақтарына балалар өздерін бағалай берді. Көршіңді тексер әдісі арқылы бір-бірімізден алмастырамыз. Екеуінің мәтіндері тұр ғой, бір-бірін тексер алмастырыңдар қағаздарыңды. Сендер 5-6 мәтінді көршіңді тексер әдісі арқылы. Жоқ. 5 пен 6-ны ғана сендер 3 пен 4 пен ауыстырасыздар. Міне 5 пен 6 мәтін. Мұнда 3-4 мәтін. Тексересіңдер, ет көрші балаларды. Бір-бірін тексерді. Дұрыс болса дұрысын, қате болса қатесін анықтап. Сұрақтарыңыз бар ма?
жооптарга сәйкес келме окуңдар? Бамберденин жасы бул кезде нечеде еді дейді, 15 жаста болған болар. Жақсы. Қалың қарда жүретін көйлекті кім ойлап тапты? Жозеф Арман Бомбардье. Демі біреуін оқысын. Бізде 15 жас деген жауап тұрды, біз оны сұраған Честер Гринвуд неше жаста еді? Гринвудпен. Келесісін сендер оқи беріңдер. Мына жерге келіп жетті, теріден жасалған. Теріден жасалған құлаққапты кім ойлап тапты? Честер Гринвуд. 1870 құлаққапты қай жылы ойлап тапты? 1870 жылы. Қалың қарда жүретін көйлекті қай жылы ойлап тапты? 1927 жылы. Жақсы, жарайды. Келесі бар ма? Мында тексердік па? Тексердік па? Кім болды тексердік балдар? Тексердік болдық па? Қайда? Пирамида қайда? Жылдамдата, мына жақта болды ма? Мына жақта тексере берейік. 5-ші, 6-ші. Бір-екі сұрағын оқып жіберіңдер. Дұрыс келіп пе екен? Барлығы дұрыс. Барлығы дұрыс пе екен? Иә. Ал, жақсы, жарайды. Мында Ермек сазды ойлап тапқан кім? Леон Маквикер. Батутты кім ойлап тапқан дегенде Джордж Ниссендер жауап берген. Өте дұрыс. 10. жақсы, жарайды. Мында бар ма? Бар, біз тексеріп болдық. Иә, қазір. Мында оқып жүрміз. Ол кезде неше жаста еді? 11 жаста дұрыс. Тағы да бір сұрақ қойсаңдар. Реал көйлекте жазылған қашан ойлап тапты? 1824 жылы. Түгел толық жүріс орындапты, иә? Мына тексеріп отырсың. Қайда, сендердікпен тексеріп, бір-екі сұрақ оқып жүріңдер. Так, 11 жаста Фрэнк Эперсон ол кезде, Фрэнк Эперсон балмұздақты ойнап тапқанда неше жаста болды дейді? 11 жаста. 3 жасында көру мүмкіндігінен айырылған кім еді? Ол Луи Брайль. Дұрыс. Жақсы, тамаша. Жақсы балалар, біз барлық тапсырмаларымызды орындадық. Енді бағалау парақтарына жасаған жұмыстарың бойынша жылдамдатып балдарыңды қойып, общий балын шығарып есептеп жіберейік. Сұраққа жауап берген жоқ, саған рулетке кездескен жоқ. Топтық жұмыста тарсыда өте жақсы қатысып тұр. 10 балмен бағалап берді, мен де солай бағалаймын. Данияр бізде үй тапсырмасы болған жоқ. Топтық жұмыста жақсы қатысыпты, 10 ұпай. Партияда 7 қойыпты, өте жақсы. Мәдидегі әні көрейік. Мәдиде үй тапсырмасында қатыспады, топтық жұмыста 6 ұпай дейді, Тарсида өзін бағаламақты. Жақсы, келесі апта кішкене активні қатысты. Әділде үй тапсырмасында бір сұраққа жауап берді, 10 ұпай қойыпты, тамаша. Топтық жұмыспен партия әдісіне 8 ұпайдан қойыпты, өте жақсы қатысты. Жақсы балалар, енді тақтаға қарайық. Бүгінгі сағатқа кері байланыс жасап жіберейік, жылдам. Кері байланыс, Аллах ботадан бір кері байланыс тыңдап жіберейік. Көптеген өнер құштар жайлы біле алды. Сабақ өте қызықты өтті. Барлық топтың жұмысына Үйге тапсырмалар балалар, үйге біз жаңа шет елдің әртүрлі өнертапқыш балалар туралы оқыдық. Енді үйге Қазақстанда қандай өнертапқыш балалар бар екен. Бірақ видеороликті ғана тамашалады. Келесі сабаққа слайд түрінде, таныстырылым жасап келіңдер. Не болмаса эссе жазып келесіңдер, яғни Қазақстандағы өнертапқыш балалар жайында. Жақсы, бүгінгі сабақ өте жоғары деңгейдегі өтті. Келесі кездескенше сау болыңдар.